шамдарға толып, үйлерде күлкі естіледі. Алайда, кейбір жолдарда бұл мереке ешқашан бақыт әкелмейді. Дэниел үшін бұл сапар әдеттегідей көрінген. Ол туған қаласына ата-анасының үйіне бара жатыр. Бірақ бұл жол оның өміріндегі соңғы жол болатынын ол білмеді. Ақыры бәрін жинап болдым. Рождествоны ата-анамен қарсы алуды сағынып кетіппін. Олар үшін кішкентай сыйлықты дайындадым. Жарайды, енді жолға шығу қалды. Дэниел заттарын көлікке салып, есікті жапты. Сыртта ызғарлы жел соғып тұр. Қандай суық, мұнда көп тұрмай, тезірек кетейін. Бас киімді де киіп алайын, жол ұзақ қой. Көліктің ішіне отырып, ол айналға көз жүгіртті. Барлығы орнында. Көлікті оталдыруға дайын. Назар аударыңыздар, жүргізушілер. 47-ші маршрутта соңғы жылдары жұмбақ жоғалулар жиі тіркелуде. Қаңырап қалған жанармай бекетінің маңында бірнеше адам із-түзсіз жоғалған. Куәгердің айтуынша, олар алдымен сол бекеттің алдында тұрған адамдарды көрген. Ал бірнеше сағаттан кейін олар мүлде жоғалып кеткен. Бұл оқиғаны паранормал құбылыстармен байланыстырады. Сақ болыңыздар. Жаңа жыл құтты болсын. Мұны не деген ертегі? Адамдар қуады екен, осы жолмен талай рет жүрдім ғой. Қаңыраған бекет деме, паранормалды, бос сөз бұның бәрі. Көлік жолға шықты, уақыт өтіп жатты. Қар сирек жауып, жол барған сайын босап барады. Біраздан соң бензин көрсеткіші төмендей бастады. Бұл қалай болғаны? Кеше ғана бензин толтырдым ғой. Жарайды, қазір мүмкін бір бекет кездесер. Дәл сол сәтте алыстан әлсіз жарық көрінді. Жарық жолдың шетінде тұрған ғимараттан шығып тұрды. Бұл жанармай бекеті ме? Бұрын мұнда бар екенін байқамаппын. Бірақ қаңырап тұрған сияқты емес. Тоқтап алайын. Қымбаттым. Уақыттың қалай зымырап өткенін байқамай қалыппыз ғой. Ұлымыз да ер жетіп қалды. Олар жаңа жылды бізбен бірге өткізуге келе ме? Ол қазір жолда деп ойлаймын. Олар дайым жаңа жылды бізбен бірге өткізуге келетін. Дұрыс айтасың, қымбаттым. Осы сыйлық оған ұнайды деп үміттенемін. Бұрын ол мұны қатты жақсы көретін. Иә, балалық шағында сонымен ұзақ ойнайтын, оған өте ұнайтын. Назар аударыңыздар, жүргізушілер. 47-ші маршрутта соңғы жылдары жұмбақ жоғалулар жиі тіркелуде. Қаңырап қалған жанармай бекетінің маңында бірнеше адам із-түзсіз жоғалған. Куәгердің айтуынша, олар алдымен сол бекеттің алдында тұрған адамдарды көрген. Ал бірнеше сағаттан кейін олар мүлде жоғалып кеткен. Бұл оқиғаны паранормал құбылыстармен байланыстырады. Сақ болыңыздар. Жаңа жыл құтты болсын. Мұны естуден шаршадым. Мен тек ұлымыздың аман есен бізге жетуін ғана тілеймін. Көлік тоқтады. Айнала тып-тыныш. Желдің даусы ғана естіледі. Бекеттің ішінде кішкентай дәмхана бар еді.
Сәлеметсіз бе? Қызметкердің даусы суық әрі бір түрлі шықты. Сәлем, маған бір кесе кофе беріңізші. Әрине, кофе. Қызметкер бұрылып кеткенде Дэниел жан-жағына қарады. Бұл жер оған бөтен сезілді. Қабырғалар ескі, жарық, тым күңгірт. Бұл жер бұрын болмаған сияқты. Міне, кофеңіз жылың үшін жақсы. Жақсы, рахмет. Не болды? Ұнамады ма? Мен өзім дұрыс сезбей тұрмын. Сіз оған не қостыңыз? Уайымдама, мен саған сыйлық дайындадым. Бұл түс болды ма? Не болды? Бекет қаңырап тұр ғой. Ғимарат бос, шынылар сынған, ешқандай тіршілік жоқ. Көлігің дайын. Радио бекер айтпаған екен. Бұл жер мені бақылап тұрғандай. Артқы орындықтан әлсіз дыбыс естілді. Бұл ойыншық мұнда қайдан пайда болды? Не болды? Жиырма бесінші желтоқсан, бірақ бұның мағынасы жоқ. Мен үйден кетіп едім ғой, және кетер кезде 23 желтоқсан болған. Бұл қалай болғаны? Не болып жатқанын мен түсіндіре аламын. Немене? Түсіндіре аласыз? Айтыңызшы маған, мен қайдамын, не істеп жатыр? Бұл жерде не болып жатыр? Мен тірімін бе? Сен өлдің, Дэниел. Саған радиода қаңыраған жанармай бекетіне тоқтама деп ескертілген. Бірақ сен өзіңнің қарсылығының кесірінен осы жердесің. Немене? Сен маған саған не керек? Мен қыз қасқырымын. Мен жаңа жылдың жаман аруағымын. Сенің жаның енді менікі. Жаңа жылдық ойыншыққа айналады. Немене? Менің ата-анамның үйі. Мен асылым керек. Әке, ана, мен сіздерді тапқаныма қуаныштымын. Маған сіздердің көмектеріңіз керек. Әке, ана.